Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қаймана қазақ, елім, жұртым. Сіздердің дұғаларыңыздың арқасында, ең әуелі Алланың арқасында, бауырларымның шырпыр болғанның арқасында, адвокатымның өзінің үлесін қосып, шындықты шыңғыртқанның арқасында бостандыққа шықтым. Егер дәл осы видео Инстаграм желісіне салынған болса, мені тағы бостандығымнан айырды, тағы мені қамап тастады дейтін сөз. Бұны мен не демекпін, білмейтін жандар болатын болса, жалпы бір қазақтың бір баласы, емес қазақтың мыңдаған баласы қаралы қаңтарда алаңға шықты. Мен өзім алаңға шыққан мақсатым елім елдігімнен айырылмасын, туым тапталмасын, кім көрінген елімді басып, босқындар өз дегенін жасап кетпесін деп алаңға шықтым. Бірақ 22 қаңтар, 21 ұлды болдым, 22 қаңтар қолыма кісен салды. Содан соң Темірторда отырған кезімде 70 күн бойы тергеу болған жоқ. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев әділетті Қазақстан деді. 8 ай 4 күн бойы темір қапастың ішінде отырдық, жалғызсырап, біреу-біреуден де отырған күндеріміз болды. Соққыға жығылған жоқпыз, ойбай ешкім бізді түрткен жоқ деп айта алмаймыз. Себебі қазақ-қазаққа жау болды. Тергеушілердің маған айтқан сөздері, менің тергеушім Таспаев, Шапағат, Есжан, Жандос және МСОК прокуроры Тимур Қырылдақов. Ол кісілердің маған айтқаны, Сағындықов Данияр дейтін помощник прокурора бар ВСУ-да. Ол кісілердің айтқан сөздері: Бердақ, сен бостандыққа шығасың, уайымдама, бірақ тек қана сен бізге көмектес. Арман Жұмагелдиевке показания бер деді. Қандай показания дейсіздер ма? Арман Жұмагелдиев маған жүргенім үшін алаңда $400 берді, қолыма қару берді деп айт дейтін сөздерменен біраз үгіттеді, біраз қысым көрсетті. Бірақ мен олды болып олымды көрмедім деп заржылап жүргенімде ондай біреуге қиянат қыла алмаймын. Себебі ондай дүние болған жоқ, маған ешкім қару берген жоқ, маған ешкім ақша берем деп айтқан жоқ. Ертең күні мен перзентіме қалай сен адал бол, ешкімнің ала жібін аттама деймін. Біреудің жалпы ақысына кіріп, біреуге қиянат қылатын болсам. Жалпы мені шығарған себебі, мен өзімнің жалпы істеген әрекеттің барлығын айттым. Мен елім елдігімнен айырылмасын деп шықтым алаңға. Себебі мен қазақтың басына күн туған кезде мен жанынан табылуға тырыстым. Неге мен тырыспасқа? Мен қазақтың патриоты ретінде мен алаңға шығуға міндеттімін. Біз демократиялық мемлекеттен біз өз ойымызды айтуға міндеттіміз, бірақ 8 ай бойы біздің ойымызды ешкім санасқан жоқ. Біздің ойымызбен бізбен ешкім жөнде тілдескен жоқ, адам құрлы көрген жоқ. Мен Қазақстан Республикасының бас прокуроры Асылов Берік Ноғайұлына қанша рет хат жаздым, бір хатыма да жауап келген жоқ, бірақ қолымда исходящий тұрды. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев маған Қазақстан Республикасының әрбір азаматының тағдыры мені алаңдатады деді. Қанша рет хат жаздым, бірде бір жауап келген жоқ. Менде өзімде бір дәлелдер бар, исходящий бар, бірақ жауап жоқ. 8 ай бойы үй қамағын сұрадық, 8 ай 4 күн дегенде шығарды, бірақ оған дейін босатқан жоқ. Менің бір шүңгетіні Темірторда айыпсыз қара қазақ отыр, шын айыптыларды ұстаған жоқ. Мен сіздерге мысал ретінде айтайын, қару таратып, елдің елдігін бұзғандар қайда? Қару алып атқандар қайда? Мен түсінбеймін, резиденцияның ішінен қару қайдан пайда болады? Бүкіл форма киген әскери адамдардың істері қысқарып бара жатыр, бірақ қара қазақтың ісі қысқарып жатқан жоқ. Бұл жерде әлі сол сорлы Қазақстан, әлі де. Мен шешіп берем, мен сені шығарам, уайымдама, сен патриотсың деп алдап кетіп, ақша істегісі келетін адамдар да ортада жүрді, жоқ емес. Мен Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға айтайын дегенім, айтарым бар. Елмен сіз жалпы ақылдасатын болсаңыз, елдің сөзін тыңдайтын болсаңыз,
тыңдайтын Қазақстан болатын болса, бұл жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан болатын болса, біз неге 8 ай 4 күн түрмеде отырдық? Не үшін мен қайтадан темір торға тоғытылдым? Сол сұрақ. Сіздер шындықтан қорқасыздар. Сіздер әділдіктен қорқасыздар. Сіздер елдің жан айқайынан қорқасыздар. Қанша халық мерт болды. Қаншасы мерт болды. Қанша түрмеге кірген қазақтың жастары соққыға жығылды. Бұл ненің белгісі? Бұл 18 миллион халықты 9-шы орында, жер көлемі бойынша 9-шы орында тұрған мемлекет қамтамасыз ете алмай жатқанның себебі. Мен ұрлық жасаған жоқпын. Мен қолыма қару алған жоқпын. Мен ашық тұрған дүкенге кірген жоқпын. Мен елімнің елдегі кетпесін дедім да, мен қорғауға тырыстым. Шама шарқым келгенше. Мен алаңға ешкімді шақырған жоқпын. Мен бірінші кірген айларда маған адам өлтірдің дейтін статьяда әлді. Мен ешкімді өлтірген жоқпын. Қолыма қару алған жоқпын. Мен жүрдім. Өртеме дедім. Ұрлама дедім. Елім елдігімнен айырылмасын дедім. Сондай мақсатпен жүрдім. Мен тығылып, бүйтіп алып бір тұмшалап бетімді маскамен жүрген жоқпын. Осылай осы жүзімменен жүрдім. Себебі елімнің алдында ертеңгі күні жүзім жарқын болсын дедім. Сол менің айтайын дегенім. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, әділетті Қазақстан болатын болса, тыңдайтын Қазақстан болатын болса, сізді өзіңіз айтқандай әрбір Қазақстанның азаматының тағдыры алаңдататын болса, бүкілін босатыңыз, бүкіліне араша болыңыз. Не істейсіз? 20 мың қазақты террорист дедіңіз. Не істейсіз? Бүкіл қазақты темір торға тоғытып, 16-18 жасар 30-ға толмаған қазақтың балаларының барлығының маңдайына сотталған дейтін таңба жазып беріп, қандай даму туралы айтасыз? Қандай мықтылық туралы айтасыз? Қазақтың даласында түрме болмаған, қазақ мәмілемен шешкен, бірақ алаңда бір депутат та, бір министр де, бір әкім де болған жоқ. Барлығы қашып кетті. Акиматты кім өртеді? Кім өртеді? Айтыңызшы, өртеген адам қайда? Бағдар беріп отырған адам қайда? Айтыңыздаршы. Сіздер темір торға, әйтеуір бір алаңға, мынау шықты ғой, мынау чуть-чуть танымал ғой, мынаған бүкілін жаба салайық деп, олай болмайды, әділдікпен қараңыздар. Білсеңіздер, тарихта ең бірінші көтеріліс жасаған Исатай мен Махамбет, бабам батыстағы. Исатай бабам Махамбет бабам үшін жан беріп, сақтап қалғанда, Махамбет бабамды ешқандай түрмеде орыстың Екатерина втораясы да аяғына тұсау сала алмаған. Қазақ рухты, қазақтың рухын атып өлтіре алмайсыздар. Таптамаңыздар. Қазақтың басына күн туатын болса, мына Украинадағыдай соғыс болатын болса, Ресейдегіндей мобилизациядан қашқан орыстар секілді біз жер сауғалап, ел сауғалап кетпейміз. Біз қолымызға қару алып, елімізді қорғаймыз. Себебі бұл біздің отанымыз, біздің топырағымыз, ата-бабамыз аманат қылып кеткен. Осы топырақта біздің перзенттеріміз өсу керек, өну керек. Ертең ақыретте, арғы дүниеге барған кезде біз Алланың алдында, бабаларымыздың алдында қалай жауап бермекпіз? Өтініш, атпаңыздар халықты. Өтінем. Бәрін бастап берді. Ұрлықты да, зорлықты да, өртеуді біреулер бастап берді. Маған қарағанда оны сіздер жақсы білетін шығарсыздар. Мен осы уақытқа дейін саясатпен араласпағам. Бірақ саясат менімен айналысып кетті қазіргі таңда. Рухты қазақтың боздақтары, үнсіз отқан боздақтарын үндемей, шығармай, бұл бар ма жоқ па білдіртпей отсыздар. Қазақтың мен дейтін арыстарын, мен дейтін патриоттарын жіберіңіздер. Сіздерден сұрарым, қазақтың рухын өлтірмеңіздер, қазақтың намысын өлтірмеңіздер. Әрбір қазақтың сол жерде отырған ұлдары бір үйдің тірегі. Сіз бір мемлекеттің президенті болсаңыз, олар әрбір үйдің президенті. Себебі отан отбасынан басталады. Барлығын босатуыңызды сұраймын. Егер мені қайтадан тоғытып жатсаңыз, бұл сол баяғы қорқынышпенен, сол баяғы сорлы 30 жыл сорлы болған Қазақстанның бейнесі. Шамам жетсе, қазақты жамандама, қазақ бала, қазақ дейтін өзі азақ қана, жер үсті, аястың мекендеген, қазақтың жанашыры қазақ қана дейма енді. 8 ай түрмеде отырып, өлеңдердің қатарын шатастырып алсам кешірім сұрайын. Жалпы бір-бірімізге жанашыр болайық, бір-бірімізді қолдауға тырысайық.
Елім деген ерлер аман болсын. Барлығы бостандыққа шықса екен. Аман болыңыздар.